Саламатсыңдар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі сіздермен қарастыратын тақырыбымыз экожүйелер мен қоректік тізбектер. Және сондай-ақ бірнеше оқу мақсаттарын қарастыратын боламыз. Біріншіден, экожүйелердің негізгі ерекшеліктері мен айырмашылықтарын көрсету, экожүйелердің ортақ құрылымының сызбаларын жасау және су және құрлық экожүйелерін салыстыру. Енді алдымен экожүйе дегеніміз не? Соны қарастырайық. Экожүйелер деп отырғанымыз бір-бірімен және қоршаған ортаның жансыз бөлігімен байланысқа түсетін ағзалардың өз-өздерін қолдай алатын жүйелері болып табылады. Экожүйенің мына суретте көріп тұрғандарыңыздай, экожүйені құрау үшін міндетті түрде тірі бөліктер, яғни биотикалық факторлар, мысалы ағаш, өсімдік, құс, көбелек секілді, және өлі табиғат, немесе абиотикалық факторлар, жаңбырдың жаууы, күннің шығуы, топырақтың болуы деген секілді жансыз табиғаттық бөліктер, абиотикалық факторлар, осы атаулардың барлығы экожүйені құрайды. Енді экожүйенің компоненттеріне толығырақ тоқталатын болсақ, ең алғаш сіздердің алдарыңызда көріп тұрған сызба бойынша экологиялық факторлар. Қандай факторлар жатады экожүйеге әсер етеді? Ең алдымен бірінші абиотикалық фактор, ол деп отырғанымыз өлі табиғат. Одан кейінгі биотикалық фактор, тірі ағзалардың қарым-қатынасы, және антропогенді фактор, адамның қатысымен жүретін. Антропогенді факторлар оң әсері болуы мүмкін, егер де ол табиғатқа пайдасын тигізетін болса, және кері әсері де болуы мүмкін, егер ол оған зиянын тигізетін болса. Енді абиотикалық фактордың мысалдарымен қарастырсақ. Мысалы жарық, күн сәулесі түседі. Оның санының, сапасының, өмір сүру ұзақтығына байланысты жарықтың бірнеше мысалдары болуы мүмкін. Одан кейін жылу. Ол да абиотикалық фактордың бір бөлігі болып табылады. Оған мысалы температураның өте жоғары болуы, мысалы шөлді аймақтарда немесе арктикалық аймақтарда өте төмен болуы жатуы мүмкін. Одан кейінгі үшінші су. Бұл қоректік заттар құрамындағы тұздылық, судың құрамы, жаңбыр, қар, нөсер, ылғалдылық, қысым секілді мысалдардың барлығы судың негізін құрайды. Және атмосфера. Газ құрамы, ауа райы, жел, осы секілді және тағы да басқа негіздер осы абиотикалық фактордың мысалын құраса, ал биотикалық факторға мысалы жануарлар арасында бәсекелестік. Білеміз ғой, арыстандардың арасындағы жемтік үшін бәсекелестік болуы мүмкін деген сияқты. Және жыртқыштық, мысалы арыстандар мен зебралардың қорегін аулауы, мутуализм, бір-бірімен селбесіп тіршілік ету. Және адамдардың әсері биотикалық факторға. Мысалы пестицидтер, өртеу, ағаш ормандарды, өсімдіктерді өртеу, жануарларды қолға үйрету, жануарлар да биотикалық фактордың мысалына жатады. Жер құнарландыру, адамның қолымен әсерінен жүргізілетін, соның нәтижесінде топырақ астында тіршілік ететін құрттарға, жауын құрттарға өте жақсы жағдай жасалған. Және ауаны ластау да бұл антропогенді фактордың кері әсері деп айтсақ болады. Енді бізде биотикалық факторларды негізінде үш негіз құрайды. Ол продуценттер, консументтер және редуценттер. Біз оған сіздермен қазір толығырақ тоқталамыз. Енді бір аумақта өмір сүретін әр алуан ағза түрлерінің жиынтығы бізде бірлестік деп аталады, немесе биоценоз деп айтамыз. Бірлестіктің өзінің екі түрі бар: фитоценоз және зооценоз. Бұл негізгі түрлері. Фитоценоз деп отырғанымыз фито ол өсімдік, яғни өсімдіктің бірлестігі болса, зооценоз ол жануарлардың бірлестігі. Енді биоценоз немесе бірлестік бұл әртүрлі жолмен біріккен және сыртқы орта факторлармен өзара байланысқан тірі ағзалардың тобы болып табылады. Ал осы топ мекендейтін орта немесе кеңістік ол биотоп деп аталады. Енді экожүйені осы биотоп пен биоценоздың қосындысын біз экожүйе деп айтамыз. Яғни ағзалардың қоршаған ортаның әсерімен тарихи қалыптасқан жүйесі ол экожүйе деп аталады. Енді жаңағы биотикалық факторды құрайтын продуцент, консумент, редуценттерге толығырақ тоқталсақ. Олар үшеуі бірігіп қоректік тізбекті құрайды. Енді қоректік тізбек дегеніміз не? Мына суреттерде сіздер көріп тұрсыздар, бір-бірін қай ағза немен қоректену арқылы қоректік тізбекті құрып тұрған. Мысалы жүгері. Бұл продуценттерге жатады. Қазір сіздермен әрқайсының анықтамасын тоқталамыз. Бұл өсімдікпен қоректенетін кеміргіштер отряды, олармен қоректенеді. Ал бұлармен қоректенетін ағза ол құс болып табылады. Осы сияқты олардың бір-бірімен қоректену тізбегін құруы бізде қоректік тізбек деп аталады. Нақтырақ айтсақ, бұл бірінен бір ағзалық заттар мен энергияны жүйелі түрде шығарып алатын тірі ағзалар арасындағы өзара қарым-қатынас қоректік тізбек деп аталады, немесе қоректену тізбегі. Оны құрайтын
продуценттер, консументтер және редуценттер. Продуценттер деп отырғанымыз күн энергиясын пайдалана отырып бейорганикалық заттардан органикалық заттарды өндірушілер. Оларға өсімдіктер жатады. Мысалы, жүгері өсімдігі, сәбіз кәдімгі шөпті алсақ болады. Алма, құлпынай немесе орамжапырақ деген сияқты. Келесі консументтер. Бұл латынша консуму деген латын тілінен аударғанда тұтынамын деген мағынаны білдіреді. Дайын органикалық заттармен қоректенетін гетеротрофтар ағзалар. Олардың бірінші ретті консументтер шөп қоректілер болса, екінші ретті консументтер жыртқыштар болады. Мысалы, мына жерде шөп қоректі консументтер, мынау екінші ретті консументтер, яғни бірінші ретті консументтермен қоректенетіндер. Келесі редуценттер. Олар сапрофиттер деп айтамыз, немесе ыдыратушы топ. Органикалық қосылыстарды минералды қосылыстарға айналдыратын организмдер. Оларға жатады бізде саңырауқұлақтар, бактериялар, кейбір өсімдіктер мен жануарлардың өлі қалдықтарын өңдейтін кейбір ұсақ ағзалар тобы редуценттерге жатады. Мына жердегі қоректік тізбек бойынша мысал. Егер де қоректік тізбектің біреуі жетіспейтін болса, немесе мөлшерден көбейіп кететін болса, онда экожүйенің гомеостазы, яғни қоректік тепе-теңдігі бұзылуы мүмкін. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.